Сәлеметсіздер ме, құрметті өнерсүйер қауым. Мен Теміржанова Айым Мұратқызы, аңыз үлгілі хореографиялық би ансамблінің 2020 жылының түлегімін. 2011 жылы аңыз ансамблінде би өнерімен танысқан болатынмын. Сол кезден бері биге ғашық болып, оны жалғастыру ойымен 11 сыныптан кейін Тәттімбет атындағы өнер колледжіне би маманның әртісі бөліміне оқуға түстім. Білім алып жүрген кезде мені Аққу фольклорлық хореографиялық ансамблінің әртісі ретінде жұмысқа алып, оқумен жұмысты қатар алып жүрдім. 2023 жылы 3 жылдан кейін оқуымды үздік қызыл дипломға бітіріп, әрі қарай жалғастыру мақсатында Челябинск мемлекеттік педагогикалық университетіне хореография бөліміне жоғары оқу орнына түстім. Аққу фольклорлық хореографиялық ансамбльде 3 жыл жасап жатырмын. Осы 3 жылдың ішінде 3 мемлекетте гастрольдік сапармен болдым. Бірінші, Оңтүстік Корея мемлекетінде дүниежүзілік FIDAF 2023 би фестивалінде 16 мемлекеттен жүлделі 2-ші орынға ие болдық. Екінші, Ресей Федерациясының Мәскеу қаласында өткен Традиции Святой Руси атты халықаралық фестивалінде 1-ші дәрежелі лауреат атағына ие болдық. Және Филиппинде өткен 18-ші халықаралық Фиеста фольклориада фестивалінде қатысып, Қазақстанның атынан өнер көрсеттік. Менің өнерге деген махаббатым өмірімнің ең жарық бөлігі. Ол мені шабыттандырады, рухтандырады және өзіндік әлемге жетелейді. Дорогая Лейля Тулеевна, поздравляю вас с 30-летним юбилеем творческой деятельности. Спасибо вам за все, чему вы меня научили. Именно благодаря вам я полюбила танцы и пошла учиться дальше. Закончила колледж искусств имени Тәттімбета по специальности хореография. Сейчас же я работаю по профессии, и за это я всегда буду вам благодарна. Желаю вам крепкого здоровья, вдохновения и талантливых учеников. Пусть ваш труд приносит радость и гордость еще долгие годы. С уважением, ваша ученица Алкенова Аида. Здравствуйте, уважаемые зрители! Я хочу рассказать вам историю одной маленькой девочки, для которой Лейля Тулеевна открыла двери в удивительный и прекрасный мир танца. В 2012 году, когда мама, заметив в ней первые искорки таланта, привела на танцы. Она даже представить не могла, что танцы станут ее дыханием, ее способом чувствовать этот мир. Она еще не понимала, что впереди будут длинные репетиции, первые поражения, победы, волнения за кулисами. И именно здесь она впервые научилась дисциплине, тонкому чувству ритма и умению видеть красоту в каждом движении. Сегодня я продолжаю свой танцевальный путь в шоу-балете «Айшах», развиваясь, стремлюсь к новому. Но то зерно, которое взошло здесь, в этих стенах, оно живет до сих пор. Дорогая Лейля Тулеевна, примите мои самые теплые поздравления в честь 30-летия АНАЗ. Я безмерно вам благодарна за ваш проделанный путь, полный труда, неиссякаемого вдохновения и терпения. Спасибо вам за вашу самоотдачу и за то, что вы создаете настоящую семью через танец. Кезінде кішкентай ғана Назеркені би залына қолына жетектеп әкелген анамның сол бір қадамы менің үлкен тағдырыма айналды. 5 жасымнан бастап жүрегіме жақын болған би өнері 15 жыл бойы менімен бірге жасасып келеді. Осы жолда маған бағыт берген алғашқы ұстаздарым Зәуре Серікова мен Лейля Тулеевна. Құрметті Лейля Тулеевна, сіздің қамқорлығыңыз бен еңбегіңіздің арқасында мен би арқылы өзімді танып, сахна мәдениетін, тәртіп пен жауапкершілікті үйрендім. Сіз маған өнерге жол ашқан алғашқы ұстаз, өнерлік өнеге болған тұлғасыз.
Қазіргі таңда Қарағанды қаласындағы 13 жылдан астам тарихы бар беделді әрі бетке ұстар Айшақ би ансамблінде өнерімді көрсетіп жүргеніме 5 жылдан асты. Өнерімді паш етіп халықтың көзайымына айналып жүргенім сіздің берген тәлім мен тәрбиенің жемісі. Құрметті Ләйлә Төлеуовна, сізді 30 жылдық мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Шығармашылығыңызға шексіз шабыт тілеймін. Би әлемінде әлі талай биіктерге жете беріңіз. Баршаңызға сәлем. Мен Мұрат Сезім Азаматқызы. Би сезім мен нәзіктілікті жеткізуші өнер демекші, менің би өнеріне деген алғашқы қадамым аңыз үлгілі хореографиялық ансамблінен бастау алған болатын. Сол қарқынмен 2022 жылы Қарағанды Тәттімбет өнер колледжінің студенті атандым. Би саласын 3 жыл бойы тереңдетіп оқып, 2025 жылы ресми түрде би ансамблінің әртісі біліктілігі берілді. Міне бүгін Астана қаласында Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Майра Ильясова өнер орталығында еңбек жолында бастадым. Баршаңызға сәлем. Мен Абдраимова Айнұр Асхатқызы 1997-2008 жылдар аралығы Қарқаралы ауданының нөмір 2 жалпы білім беретін мектебінде оқып, білім алдым. Оқушы кезімнен бастап Қарқаралы қаласында Ләйлә Төлеуовнаның жетекшілігімен жұмыс істеген аңыз би ансамблінің мүшесі болдым. 2008-2012 жылдар аралығында Ыбырай Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институтында география пәні мұғалімі мамандығы бойынша білім алдым. Институт қабырғасында жүріп, өзім аңыз би ұжымының негізін қаладым. Бұл топ бүгінгі күнге дейін өз жұмысын жалғастырып келеді. Қазіргі таңда Ақмола облысы Аршалы ауданында тұрамын. Балалар шығармашылық орталығында Ләйлә би үйірмесінің жетекшісі болып еңбек етемін. Бұл үйірмені мен өзіме би әлемінің есігін ашқан, бойыма өнерге деген махаббат дарытқан ұстазым Ләйлә Төлеуовнаға деген шексіз құрметпен атадым. 30 лет творчества, вдохновения и красоты – огромный путь. Огромное спасибо Ләйлә Төлеуовне за талант, труд и верность делу. Пусть аңыз еще долго радует зрителей и воспитывает новые звезды. Аңыз би ансамблінің 30 жылдығы құтты болсын! Барлықтарыңызға Америкадан, Нью-Йорктан үлкен сәлем. Есімім Таир. Ләйлә Төлеуовнаның шәкіртімін. Құрметті Ләйлә Төлеуовна, сізді шығармашылық жолыңыздың 30 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Бұл еңбек пен шабыттың, би мен әсемдіктің үлкен жетістігі. Сіз бізді тек қана бидегі қимыл қозғалысқа емес, өнердің рухына, өнердің сұлулығын үйреттіңіз. Шәкірттеріңізге нұр мен шабыт сыйлағаныңыз үшін сізге мың алғыс айтқым келеді. Уважаемая Ләйлә Төлеуовна, поздравляю вас с 30-летним юбилеем вашего творческого пути. Спасибо вам за вашу любовь, за ваше терпение, за ваш трепет, с которым вы относились к своим ученикам и к своему делу. Я вам желаю всего самого-самого наилучшего на этом пути. И желаю, чтобы вы воспитали не одно еще поколение таких же учеников. Я вас очень сильно люблю. Всем пока.